мынау резиновый нәрсе, қорғанғыштық қабілеттігі өте аз. Біздің мемлекетіміздегі барлық қалаларда ауа арамдығы өте үлкен деңгейде тұр. Қазір буквальным образом соғыс болмаған жағдайда да біз мирный митингіге шықпағанның өзінде де күнделікті ауа райына байланысты, экологиямызға байланысты адам саны азайып өліп жатыр. Сіздердің кәрі шешелеріңіз, әкелеріңіз, ағаларыңыз, немесе кішкентай нәрестелер өліп жатқаны пневмониядан, басқа аурудардан емес. Ол былжырақ қойылған диагноз. Ол тұп-тура экологияға байланысты адамдар өліп жатыр Қазақстанда. Біздің экологиямыз атом бомбасын рұқсатсыз бәр жерлерде жарған, оның бәрін примитивный формамен жасырған, көмген, адамдарға көмгізген, оның барлығы кем адамдар өте көп біздің адам Қазақстанда. Сондықтан біз өзіміз үшін шындықты айтып көшеге шыққанымызға неге қорқамыз? Біз онсыз да үйде отырып өліп жатырмыз, турасын айтқанда. Мен міне денсаулығым жоқ адаммын. Асымаға байланысты мен бір бәленбай саусағымды толтыратын ауру жамап отырмын. Осының барлығы экологияға байланысты. Сондықтан шындықты айтып шыққанға ешқашанда қорқпаңыздар. Мен денсаулығым жоқ, бүгін міне больницадан шықтым, кеше больницадан шықтым. 7 жыл асыманың арқасында, 40 кило артық салмақ қосып, қаншама денсаулығымды кетіріп, тахикардия, стенокардия, онан кейін сахарный диабет деген пайда болды. Соның барлығымен күресіп келем. Бірақ та белсенділігімді тоқтатқан жоқпын. Бүгін кешегі күні мен больницадан шыға салып, лошадиный доза гормональный алғанның арқасында мен бауырым кетті больницада жатқанда. Содан 5 укол назначение жасады. Соңғы 2 уколды место прописки алам деп барған кезде, уколымды алып шыққан кезде, больницадан емденіп шыққан күйінде мен қайтадан ауырып, скорыймен больницаға түсіп, бүгін міне қаншама уколдар алып, және келдім. Центрден келдім бағана кешке. Содан бір ұйықтап демалып, есімді жиып, стримге шығып, шындықты айтқай отырмын. Қазақстанның денсаулығы жайында, қазақ халқының денсаулығы жайында көшеге шығып біз қырылып қаламыз деп қорқамыз ғой, бірақ әркім өзінің үйінде медленно өліп отырмыз, медленно денсаулығымызды жоғалтып отырмыз. Менің айтқым келген осы, мен өз елімде отырып денсаулығым жоқ, онда маған ел не керек? Өз елімде отырып мені қорғайтын заң жоқ, онда ол заң маған не керек? Ойлаңыздаршы, өз елімде мені басқарып, маған жағдай туғызу үшін мен сайлаған бастықтар басқару керек. Ал мен сайламаған бастықтар маған зиянын тигізіп отырса, ондай бастық маған не керек? Ганди апа, жақсы болып кетіңіз, білмедік қой сіздің ауырып жатқаныңызды. Міне мынаны өстіп тием мен. Семей полигонды өте ауыл не ғой енді, қала ғой енді. Семейдегі халық өте қиын жағдайда. Осы емес, страховка деген страховкасыз жаңа жылдан кейін, жаңа жылдан кейін страховкасыз халық больницаға жатады, страховкасыз халық дәрі-дәрмегін алады деген түмә алды. Мен бүгін соны свидетелі болып келіп отырмын. Маған неден жатқан орнымнан терапевт врачма, участковый терапевт врачқа пульмонолог, дәрігер направление жазып береді. Сен бәленбай неден кабинеттен тағы бірес өтуің керек, инвалидность оформление жасау үшін деп. Соңғы мен сонымен администрациясына барсам, әгдер айтады, сенде страховкаң жоқ, январ айы страховка төлеген жоқсың, саған направление ешқандай кабинетке берілмейді деді. Ал енді қазақ халқы арт жақтарыңды жыртыңдар, Тоқаевтың заңдары жақсы деп. Идиоттар. Мен соны өз көзіммен көріп келдім. Бүгін страховка кім аудармайды, больницаға тексеріле алмайсыңдар, кабинеттерге өте алмайсыңдар. Өтірік айтып отыр, бұлшыл айтып отыр. Мен бүгін міне соны көріп келдім. Айтыңыз көргендеріңізді. Тексерілгенге жол жоқ. Страховкам жоқ өйткені, бір айдың страховкасын төлеген жоқпын. Жұмыссызбын мен, экологияға байланысты январ айында Касымовтың выбросына байланысты жұмысқа шыға алмай қалған, бір ай страховкам төлей алмай қалғам.
Содан меға направление бермей қойды администрация. Ал енді сонда билік басындағылар алдаған жоқ, ойбай, Әбіләзовті дұрыс емес, ана Тоқаевтың Жарместеріндікі дұрыс деп айтып отырғандарың, ал енді арт жақтарың жыртыңдар. Осы емес, бірденке бұлшылдардың барлығы коммерсанттарға байланысты, ипошниктерге байланысты бәрі өтірік, сендерге ойбай аспандағы айды алып береміз деген, мә алып береді сендерге. Көресіңдер әлі. Айтпақшы, мен бір ұзынқұлақтан естідім, сол шындық деп ойлаймын. Бір аналитик адам айтты, қарапайым аналитикалы адам, мына билік басындағылармен араласып жүрген кісі. Сол бұлай деп айтып отыр. Мына диктатор, егер мына конституцияны қабылдап жіберсе дейді, онда ары қарай былай болады дейді. Мына Қазақстандағы қазақ атынан бизнес ашып отырғандар дейді, бұрыннан келген базардағы коммерсанттар, кішкентай столовойдың иелері, прическа жасайтындар, тырнақ кесетіндер, таксистер, солардың бәрі ада болғай тұр. Себебі қазір малый бизнес, үлкен бизнес дегеннің барлығын ортақ бизнесқа жатқызады да, бір одноразовый бизнес қып жібереді да, через Қытайдың коммерсанттары арқылы дамбал сататындар, Қытайдың иесі, Қытайдың еркегімен напарник болып, сонымен екеуі қатар бүйтіп, қатар жүріп, орыс тілі мен қазақ тілін қатар тұрған сияқты. Екеуі партнер болып қана бизнес ашалады екен үшін. Қытайлықтар мен коммерсанттар партнер болса ғана билік коммерция ашалады. Помидор сатқыштар Өзбекстанның садовниктерімен партнер болса ғана помидорын саталады. Немесе Россиядан кожезам заводы бар емес па, Россияның материал сатқыштар, біздің коммерсант Россияның сол заводымен партнер болса ғана коммерциясын ашалады. Ал Қазақстанда міне жоқ, өздері бизнес аша алмайды. Ара өсірсе де, тағы бірдеңке үстел жасаса да қазақша, немесе резиновый етік жасаса, немесе қойдың терісін илесе, ондайларға бизнес аштырмайды екен. Бизнес ашу обязательно басқа бір елдің компаниясының адамы керек екен. Міне сондай заң шығарғай жатыр қазір. Сенсеңдер сол, сенбесеңдер сол. Мал болдық деген осы, өз елімізде отырып аптырып жетімбіз біз.